Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біздің каналға қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен үйдегі қызықтарды көрсететін боламын. Бізде дала қатты суық болып тұр, боран болып, айымда сабақ жоқ. Айымдардың сабақтарын отмена жасады. Бүгін үйде не істеймін, не пісірем, соның бәрін сіздерге көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, мен мұнда тефтели пісіріп жатырмын. Гарнирге бізде макарон. Қазір мынау су қайнасын, уже зажаркасын жасап қойдым. Үстіне тефтели салатын боламын. Сосын мен пирог пісіремін. Мұнда бізде айрандар қалып кеткен. Бізде аяла айран ішеді ғой. Содан қалып кеткендерді осы жинап қойдым. Сметана қалып кеткен, қаймақ және варенье. Осылардан қазір пирог жасайтын боламын. Күшті шығады деп ойлаймын. Мына жақта айым мен аяла бізде 24 сағат диванда деген видео түсіріп жатыр. Бұлар жерге түсуге болмайды. Томиристі сатып қойдым, қарап отырыңдар деп, өздері ойнап жатыр. Ал мен өзімнің тірліктерімді істеп жатырмын және видео түсіріп жатырмын параллельно, иә? Бұлар түсуге болмайды, телефон қарайды, айымды тырнақ жасап, солай қызықты өтіп жатыр бұлардың 24 сағат дивандағылары. Достар, менің мына жақта тефтелиім уже дайын болып қалды. Вау, күшті болып тұр, аппетитно болып. Дайын болып қалды. Қазір осыны аламын. Мұнда бізде ескі нандар бар. Буған нандар, который желінбей қалған, соны жұмыртқамен қуып тастаймын. Және плитада, астында, печкада пирогтар. Жаңағы пирогымды пісіріп жатырмын. Қазір дайын болғанда көрсетемін. И мұнда, как всегда, посудаларым шашылып жатыр. Қазір бәрін реттестірем, тазалап жинаймын. Ал, достар, мен кухнямның бәрін тап-таза жинап алдым. Тамақтарым пісіп дайын тұр кешкіге. Мұнда пирогты тоже пісіріп қойдым. Күшті болып піскен, әдемі дәмі. Осындай қылып кесіп қойдым. Міне, ішінде алмасы бар, шарлотта, жаңа жұмыртқа мен наным. Біреулер кішкене күйіп қалды. Қап-қара болып, басында дем болып дайындалып жатқан. И мұнда менің тамағым, тефтели күшті болып тұр. Ал мына екеуі әлі 24 сағат диванда отыр, шашады бұлар. Бүгінгі күнім тек тамақ жасау болды менің. И видео түсірдік көптеген, алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламыз. Қазір мына екі қыздың видеосын аяқтап тастау керек 24 сағат диванда. Ала уже бізде кеш болып жатыр, қараңғы болып жатыр. Тамақтарын беруім керек, сосын ұйықтайды бұлар, иә? Достар, менің видеом сіздерге ұнаса, мені қолдап кетіңіздер. Барлықтарыңызға пока-пока.